Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен баклажаннан рулет дайындайтын боламыз. Ең алдымен баклажанымызды тура видеодағыдай осылай турап аламыз. Одан соң тұзды суға салып аламыз. Сырды үккіштен өткізіп дайындап қоямыз. Противенге пергамент төсеп, дәл осы видеодағыдай баклажанымызды орналастырамыз. Үстінен біркелкі қылып сырды салып аламыз. Одан соң менде электронды пеш 170 градуста 20 минутта қызартып пісіріп алдым. Менде салмасына творожный сыр зеленмен қолдандым, және аздап укроп, чеснок қостым, және тұз қосып араластырып осылай дайындап алдым. Одан соң помидорды турап дайындап қойдым. Духовкадан шығарғаннан кейін осылай қызартып алдым. Өте ыссы болды видеоға түсіріп жатқан кезде. Осылай айналдырып аламыз да. Одан соң салмасын осылай біркелкі қылып жағып аламыз. Помидорды осылай тура видеодағыдай орналастырамыз. Одан соң үстінен салатный листті орналастырамыз. Алдын ала жуып кептіріп дайындап алдым. Тура видеодағыдай осылай ораймыз. Мен баклажаннан рулетіміз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше сау саламатты болыңыздар.